Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейне әңгімесі бойынша екінші сабағымызды өтеміз. Бүгінгі сабақта осы әңгімеде кездесетін кейіпкерлерді автор тарапынан берген мінездеулерді жіктейтін боламыз. Оқиғаның басында бізге Лейла қыз бен ай арасындағы сырласуды береді. Дөп-дөңгелек ай толықсып, сүттей аппақ көрпімен қара жамылған қарауылға сән беретін. Кейде үңіліп қарап қалған кішкентай Лейла қыз бен быт-шыт болып айырылып жатқан қарауылдың жеріне есіркей қадалатын. Бұл үзіндіден Семей полигонының тек қана Лейла қыздың жүрегіне емес, жалпы қарауыл ауылына келген қасіретті байқаймыз. Шынымен ақ мәңгілік өспей қалған бала кейіп пе? Осы сұрақтың жауабын алдыңғы сабақта сіздермен талдаған болатынбыз. Оқиғаның дамуында жазушы Қатира деген кейіпкерді кіргізеді. Менің мұнымды бөлісер Қатира ма? Онан да үнсіз тұрғанымның өзі жақсы, дейді Лейла. Бұл сөздердің ар жағында Қатира мен Лейла туыс болса да араларындағы адамгершілік тұрғысынан жақындық жоқ екенін байқаймыз. Енді саған жетпей жүргенім меңіреулік бет, оған да жетерсің, меңіреуде атанарсың. Қыздың көзі жарқ етті. Қатира мырс етіп айызы қанғандай. Қыздың аяқ-қолына сұқтана қарады. Лейла қыз мүгедек денесіне сабырлы жинай алмай, ызаға болып қалшылдап барады. Оқиғаның шиеленісу кезінде бұл шығармаға Құмар деген кейіпкер енгізіледі. Құмарды қара, Құмар, қандай әдемі болып кеткенсің. Ғажап, өзіммен бір партада отырған Құмарым ғой. Көршім ғой, Құмар, сен мені үнемі Ләйлек, ақ Ләйлек дейтінсің. Ләйлек деген құстың аты, ол сондай нәзік, сүйкімді қыз дейтінсің. Бұл сөздерден біз Құмар мен Лейла арасындағы белгілі бір нәзіктік сезімді байқаймыз. Оқиғаның шарықтау шегінде қыз Лейланың ол жамандықтың белгісі болғысы келмейтін, сонымен қатар оның аймен сырласу кезіндегі далада көп отырып қойғандығынан өзінің денесінің ауырлығын сезетін байқаймыз. Сол түннің суық ызғарында ұмытып, екі тізесін ебедейсі өсіп кеткен екі қолымен құшақтап алып, Лейла ұзақ отырды. Орнынан тұра бере бұрынғыдай емес, денесінің ауырлығын сезді. Бойын күздің қара суығы алып қалды ма, әлде ыстығы көтеріліп тұр ма, егде қолдарының күші қайтып, қайраты таусылып, Қатира үйінің есігін зорға ашты. Бұл оқиға шешіміндегі болған салдардың себебі. Ертең өтетін қаралы жиынға өзіңді қолға ұстап көтеріп шықсақ деген ой келіп еді. Бұл ел азаматтарының, яғни көрші ауданның басшы азаматтарының сөзі болды. Олардың ойы түсінікті, бірақ сол-ақ екен, қыздың құлағы шулап басы айналып кетті. Ел басшылары не дейді? Алапат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер тұнған күннің белгісі ретінде, дейді. Оған Лейла былай деп жауап береді. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мен аяңдаршы, мен ел көзіне оғаш мүгедек болғаныммен жақсылықты ғана аңсаймын. Мен тек жақсылықты. Лейла қыз мүгедек болғанмен оның жүрегі жақсылыққа толы екенін байқаймыз. Бұл да бір жазушының кейіпкерге берген мінездеуі болып табылады. Оқиға шешімінде тағы бір кейіпкердің жана қырынан мінездеуін байқаймыз. Қап, дәл той күні қылжия қалған көрмеймісің? Қасиеттісің неме? Той үстінде кімге барып ат үсті өлімді хабарлайсың? Жатсын енді. Менен басқа мұны әзір сезе қойған ешкім жоқ, деген әйелдің сумақай жүйрік ойы бір сәтте шешім қабылдап, кезеріп жатқан қыз жүзін орамалмен жасырып жаба салған. Бұл іс-әрекет арқылы Қатираның сондай бір адамгершілік тұрғысынан ешқандай қасиеті жоқ екенін байқаймыз. Құрметті оқушылар, біз сіздермен оқиға желісі арқылы кейіпкерлерге мінездеулер бердік. Енді берілетін тапсырма. Шығарма кейіпкерлерінің бейнесіне талдау жасаңыз. Сізге берілетін кейіпкерлер Лейла, Қатира, Құмар. Осы шығармадан кейіпкерлердің мінез құлқын, іс-әрекетін өзіндік көзқарасыңызды білдіруіңіз керек. Сізге сәттілік тілеймін.